Ағылшынша күніне бір фразадан үйренейік. Бүгінгі 3-ші күннің фразасы spend time outside, далада уақыт өткізу. Ал spend time уақыт өткізу болып аударылады. Outside сыртта, далада деген мағынаны білдіреді. Мысалы, we love to spend time outside in summer. Біз жазда далада уақыт өткізуді жақсы көреміз. Жаттығу жасап көрейік. Жазып жатта spend time outside сөз тіркесін 3 рет жаз. Сөйлемді толықтыр. I spend time outside when I finish homework. Мен үй тапсырмасын орындап болғаннан кейін далада уақыт өткіземін. I spend time outside when it's sunny. Күн ашық болған кезде мен далада уақыт өткіземін. Сұраққа жауап бер. Do you like to spend time outside? Why? Сен далада уақыт өткізгенді ұнатасың ба? Неге?